Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ондық бөлшектерге амалдар қолдану. Бүгінгі сабақта біз ондық бөлшектерге амалдар қолдануды қайталап, ондық бөлшектерге амалдар қолдану арқылы есептер шығарамыз. Алдымен ондық бөлшек деген не деген сұраққа жауап беріп көрейік. Ондық бөлшек дегеніміз бөлімінде 10, 100, 1000 және тағы сол сияқты болатын жай бөлшектердің түрлендіріп жазылған түрі. Мысалы, бізге 10-нан 7 деген жай бөлшек берілсін. Біз оны 0,10-нан 7 деген ондық бөлшекпен жазаламыз. Дәл солай 2,139 деген аралас санды да 2,139 ондық бөлшегімен жазуға болады. Сол сияқты 15,1000-нан 1 деген санды да 15,1000-нан 1 ондық бөлшегімен жазуға болады. Мысалы, 29,1000-нан 214 ондық бөлшегіндегі үтірден кейінгі цифрларды ондық үлестер деп атаймыз. Сонда үтірге дейінгі 29 саны ол ондық бөлшектің бүтін бөлігі болады, ал үтірден кейінгі цифрлар ол ондық бөлшектің бөлшек бөлігі деп аталады. Енді ондық бөлшектерді қосу ережесімен танысайық. Ондық бөлшектерді қосу үшін алдымен бөлшектегі үтірден кейінгі цифрларын теңестіріп, содан соң баған түрінде жазып, аттас разрядтар бойынша қосу керек. Мысал қарастыратын болсақ, бізге 3,146 қосылған 5,1000-нан 271 өрнегі берілсін. Бұл екеуін қосу үшін алдымен бірінші қосылғышта байқап тұрсаңыздар, үтірден кейін 2 цифр, ал екінші қосылғышта үтірден кейін 3 цифр. Ендеше ереже бойынша біз бұл екеуінің үтірден кейінгі цифрларының санын теңестіруіміз керек. Демек, бірінші сандағы 3,146-ның соңына 0 цифрын тіркейміз. Сонда бұл екі санның да үтірден кейінгі цифрлар саны теңесті. Ал енді бұларды біз бағандап, яғни аттас разрядтар бойынша қосаламыз. Сонда шыққан санымыз 8,1000-нан 731. Келесі ондық бөлшектерді азайту. Ондық бөлшектерді азайту да қосу сияқты ең кіші разрядтардың бірліктерін азайтудан бастап разрядтар бойынша орындалады. Мысалын қарастырайық. 27,1000-нан 945 азайтылған 14,152. Осы айырманың мәнін табу үшін біз бірінші сандағы цифрларының саны 3, екінші сандағы үтірден кейінгі цифрларының саны 2. Әрине, бұл жерде де біз екеуінің үтірден кейінгі цифрларының санын теңестіру үшін екінші сандағы үтірден кейінгі цифрларының соңына 0 цифрын тіркейміз. Сонда екі санның да үтірден кейінгі цифрлар саны теңесті, ендеше бағандап азайтып, жауабында 13,1000-нан 425 санын алдық. Ал енді ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшекті натурал санға көбейткенде үтірге назар аударылмай, көбейту амалы орындалады. Содан соң ондық бөлшекте үтірден кейін неше цифр болса, көбейтіндіде де оң жақтан сонша цифр үтірмен ажыратылады. Мысалы, 0,1000-нан 18 санын 24 санына көбейтейік. Бағандап көбейту үшін үтірге назар аудармай, екі санды бағандап жазып аламыз. Натурал санды көбейткендегідей көбейтеміз. Содан соң шыққан көбейтіндідегі үтірді қою үшін ондық бөлшектегі үтірден кейінгі цифрлар санын санаймыз. Бізде бұл жерде ондық бөлшекте үтірден кейін 3 цифр берілген. Демек, шыққан көбейтіндіде де үтірден кейін оң жақтан 3 цифр санап алып, үтірмен ажыратамыз. Сонда бұл есептің жауабы 0,1000-нан 432 екен. Ондық бөлшектерді көбейту. Көбейткіштердегі үтірлерге назар аударылмай, натурал сандарды көбейтудегідей көбейту амалы орындалады. Содан соң көбейткіштерде үтірден кейін барлығы неше цифр болса, көбейтіндіде де оң жақтан сонша цифр үтірмен ажыратылады. Мысалы, 2,116 көбейтілген 1,107. Осы екі санды көбейту үшін үтірге назар аудармай, бағандап көбейтеміз. Содан соң шыққан көбейтіндіде үтірді қою үшін осы екі көбейткіштегі үтірден кейінгі цифрлар санын санаймыз. Яғни бізде бірінші санда 2 цифр,
екінші санда 2 цифр, жалпы екеуін қосқанда 4 цифр, демек көбейтіндіде оң жақтан 4 цифр санап алып, үтірмен ажыратамыз. Сонда бұл мысалдың жауабы 2,10,000-3,112. Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті натурал санға бөлгенде, оның бүтін бөлігін натурал санға бөліп, бөлу аяқталғанда бөліндіге үтір қоямыз. Одан қалған қалдық қажетінше үлестерге ұсақталып, бөлу жалғастырылады. Мысалы, 67,2 бөлінген 21. Бұл екі санды бұрыштап бөлеміз, бірақ қараңыздар, 67 бүтін бөлігін 21-ге бөлгенде 3 бүтіннен береміз, яғни азайтамыз 63-ті. Бұл жерде бізде бүтін бөлігін бөлу аяқталды, демек бөлінді де 3 санынан кейін үтірді қойып қойымыз керек. Әрі қарай бөлуді орындай береміз, сонда бізде бұл есептің жауабы 3,2 болады. Ондық бөлшектерді бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу үшін бөлгіште үтірден кейін неше цифр болса, бөлінгіштегі үтірді де, бөлгіштегі үтірді де сонша цифрға оңға жылжыту керек. Сонда ондық бөлшекке бөлу натурал санға бөлу сияқты орындалады. Мысалы, 7,644 бөлінген 1,156. Бұл амалды орындау үшін алдымен ережеде айтқандай, бөлінгіш пен бөлгіштегі үтірді, бөлгіштегі үтірден кейінгі цифр саны қанша болса, сонша орынға жылжытамыз. Яғни бұл жердегі бөлгіште 1,156 санында үтірден кейін 2 цифр тұр. Демек, 2 санында үтірлерін 2 цифрға оңға жылжытамыз. Сонда біздің өрнегіміз 764,4 бөлінген 156 өрнегіне түрленеді. Ал бұл бөлуді алдыңғы ережедегідей, яғни ондық бөлшекті натурал санға бөлу ережесі бойынша бөліп, 4,9 екенін көруге болады. Ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1, 0,100, 0,1000 сандарына көбейту және бөлу ережелерін қарастырайық. Мысалы, ондық бөлшекті 10, 100, 1000 сандарына көбейтейік. Бірінші мысалда 8,125 көбейтілген 10. Байқасаңыздар, 10 санындағы 0 цифры бір рет жазылған. Демек, ондық бөлшектегі үтірді 10-ға бір цифрға жылжытамыз. Сонда бірінші мысалдың жауабы 82,5-ке тең. Дәл осылай 8,125-ті 100-ге көбейткенде үтірді 2 цифрға 10-ға жылжытамыз. Сонда 825-ке тең болады. Үшінші мысал 8,125 көбейтілген 1000 тең болады. Бұл жерде біз үтірді 10-ға 3 цифрға жылжытамыз. Сонда есептің жауабы 8250-ге тең. Әрі қарай ондық бөлшекті 0,10-1, 0,100-1, 0,1000 сандарына көбейтеміз. Бірінші мысалда 45,6-ны көбейтейік 0,10-1-ге. Бұл жерде ондық бөлшектегі 0,10-1-дегі үтірден кейін неше цифр болса, берілген бөлшектегі үтір солға сонша цифрға жылжиды. Яғни бірінші мысалда 45,6 санындағы үтірді солға бір орынға жылжытамыз. Сонда бірінші мысалдың жауабы 4,156 болады. Осылайша екінші мысалды да есептеу үшін бұл жерде көріп тұрсаңыздар 0,100-де үтірден кейін 2 цифр, демек 45,6-дағы үтірді 2 орынға солға жылжытамыз. Сонда екінші мысалдың жауабы 0,456 болады. Үшінші мысалда да дәл осылай 3 орынға жылжытып 0,10,456 санын аламыз. Ал енді ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 сандарына бөлуді қарастырайық. Мысалы, 7,679 бөлінген 10. Бұл жерде 10 санында 0 цифры бір рет жазылған. Демек, берілген бөлшектегі үтірді солға бір орынға жылжытамыз. Сонда бірінші мысалдың жауабы 0,10,000-7679 болады. Екінші мысалда 100-ге бөлеміз. Демек, үтірді 2 орынға солға жылжытамыз. Сонда екінші мысалдың жауабы 0,100,000-7679 болады. Үшінші мысалда 1000-ға бөлеміз. Бұл жерде үтірді солға 3 орынға жылжытып 0,100,000,7679 деген сан аламыз. Ал енді
Ондық бөлшектерді 0,1, 0,100 және 0,1 сандарына бөлуді қарастырамыз. Бірінші мысалда 13,47 бөлінген 0,1. 0,1 санындағы үтірден кейін цифрлар саны біреу, демек берілген бөлшектегі үтірді оңға қарай бір орынға жылжыту керек. Сонда бірінші мысалдан 134,7 деген ондық бөлшек шығады. Екінші мысалда осы үтірді, яғни 3-тен кейін тұрған үтірді 2 орынға жылжытып, 1347 деген сан шығарамыз. Үшінші мысалда 0,100-ге бөлу үшін 3 орынға жылжытуымыз керек, сондықтан бұл есептің жауабы 13470 болады. Осымен біз сіздермен ондық бөлшектерге қолданылатын амалдарды қарастырдық. Енді амалдарға байланысты тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма өрнектің мәнін табыңыз. Берілген өрнек 100А қосылған 0,9Б. Бұндағы А-ның мәні 5,4, Б-ның мәні 4,128. Бұл өрнектің мәнін табу үшін берілген өрнектегі А және Б әріптерінің орнына сәйкес мәндерін қоямыз. Сонда біздің өрнегіміз 100 көбейтілген 5,4 қосылған 0,9 көбейтілген 4,128. Ал енді бұндай ондық бөлшектерді көбейтуді біз сіздермен ережелер бойынша қарастырдық. Енді көбейтейік. Бірінші 100-ді көбейтеміз 5,4-ге. Яғни ондық бөлшекті 100-ге көбейту ережесі бойынша ондық бөлшектің үтірін оңға қарай 2 орынға жылжытуымыз керек. Сонда бұл көбейтіннің мәні 540-қа тең болады. Әрі қарай 0,9-ді 4,128-ге көбейту үшін үтірлеріне назар аудармай, натурал сандар сияқты көбейтіп, 3,852 деген сан аламыз. Енді өрнектегі орындарына қоятын болсақ, бұл өрнектің мәні 543,852-ге тең. Келесі тапсырма. Периметрі қабырғасы 9,165 см, квадраттың периметріндей тік төртбұрыштың ені 8,7 см. Тік төртбұрыштың ұзындығы неше сантиметр? Бұл есепті шешу үшін біз шартына сәйкес квадраттың қабырғасы 9,165 см екенін көріп тұрмыз. Ендеше квадраттың периметрінің формуласы бойынша 4-ті 9,165-ке көбейтіп 38,6 екенін анықтаймыз. Демек, квадраттың периметрі 38,6-ға тең. Ал есептің шартында квадраттың периметрі тік төртбұрыштың периметрімен тең. Демек, тік төртбұрыштың да периметрі 38,6-ға тең болады. Ал тік төртбұрыштың периметрін еске салатын болсақ, оның формуласы периметр тең 2 көбейтілген А қосу Б. Осы формулаға бізге белгілі мәндерді қоя отырып, біз 2 көбейтілген жақшаның ішіндегі А қосу 8,7 тең 38,6 деген теңдеу аламыз. Бұл теңдеуде бізде тік төртбұрыштың ұзындығы белгісіз, ал ені 8,7 см. Бұл теңдеуді шешу үшін алдымен жақшаға көбейтіліп тұрған 2 санын теңдеудің екінші жағына шығарып, 38,6-ны 2-ге бөлеміз. Сонда А қосылған 8,7 тең болады 19,3-ке. Ал бұл жерде А бізде белгісіз қосылыш болғандықтан, А-ның мәнін табу үшін 19,3-тен 8,7-ні азайтамыз. Сонда А-ның мәні 10,6-ға тең екен. Сонымен бұл есептің жауабы 10,6 см. Үшінші тапсырма. Амалдарды орындаңдар. Жақшаның ішіндегі 6 азайтылған 2,143 бөлінген 4,4-тен 1. Бұл өрнектің мәнін табу үшін алдымен 6 деген натурал санды ондық бөлшек түрінде жазуымыз керек. Ол үшін азайтылып тұрған ондық бөлшекте үтірден кейін неше цифр болса, 6 санынан кейін сонша 0 тіркейміз. Сонда жақшаның ішінде 6,100-ден 0 азайтылған 2,100-ден 43 болады. Ал бұл жерде біз ондық бөлшектермен орындалып жатқан амалдарды қарастыратын болғандықтан 4,4-тен 1 аралас санында ондық бөлшекке 1-ден айналдыруымыз керек. Сол үшін біз 4-тен 1 бөлшегін алымында бөлімінде 25 санына көбейтіп, бөлімін 100-ге келтіреміз. Сонда бізде жақшаның ішіндегі айырманың мәні 3,157 бөлінген 4,125 болады. Ары қарай 3,57-ні 4,125-ке бөліп, мәні 0,184.
Осымен құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.